Достар, сіздермен бірге мен Қапаш Бекарыс. Достар, бүгін біз Майнкрафттан не түсіретінімізді білесіздер ме? Біз бүгін Майнкрафттың логикасын түсіреміз, иә. Майнкрафттың логикасын мүлдем айтпай-ақ қояйын. Қандай вообще логикасы жоқ екен. Бірінші логика ол. Бірден бастамай жатып айта кетейін. Қараңыздар. Міне алмазный шлем. Бұда қарасақ, мен не істеп тұрмын ғой, оның маңдай жағында тұратын сызығы жоқ. Бірақ басына келсін, ол пайда болады. Қалай ол мүлдем? Мүмкін емес қой. Және де бір нәрсе айта кетейін. Бұл жерде тағы да бір логика жоқ нәрсе бар. Бұл жерде бұл не екенін білесіздер ме? Қазір келесі логикамызды біз дайындап қойдым мен. Қараңыздар. Бұл жерде ортасы бар, Міне мына жерден өткізгім келіп тұр. Достар, мынаны қараңыздар. Бұл не логика, қараңыздаршы. Міне ап-ашық жерде қадалып тұр. Мен қазір мынандаймен жақындатып көрсете аламын. Ап-ашық тұрған жерде қадалып тұр. Бірақ жабық тұрған табличкаға ататын болсақ, әр жағына өтіп кетеді. Қандай логика бұл? Айтыңыздаршы. Не деген керемет логика бұл? Келесі ол қазір. Мен есіме салып алайын, қандай логикалар бар еді. Міне келесі логикамыз мынау кәдімгі қардан жасалған нәрсе, ал бұл болса снежный покровтан жасалған. Снегтікін былай ақтамыз, түкте болмайды. Алдынан істесек құлайды. Бұндай да логика болады екен. Және де ең бір түрлі логиканы айтып кетейін бұл жерде. Мынау туралы ол. Мына жерде бір өте жұмсақ бидайды аламыз. Және де наковальня аламыз. Сіздер қазір бұны көрсетемін. Бір түрлі оқып қаласыздар, рас айтамын. Наковальня бұл жерде ең ауыр зат. Бірақ міне наковальняны қойып қоясың, ол көтереді. Бірақ міне семенаны қазір лақтырам. Көріп тұрсыздар ма, ол тыртса еткен оның салмағы ауыр деп. Саған бұндай да логика болады, Сосын қандай логика бар еді, қазір ойланайын. Келесі логикамыз ол ат жайында. Бұл жердегі логика кетеді. Міне келдік. Қараңыздар. Бұл жерге суды құюға болмайды, өйткені бұл ыстық. Бірақ та сіздерге бір нәрсе көрсетейін. Бұл жерге қасығылды алып, су құйсақ, ол су құйылады. Қалай? Қандай логика? Және де ифритті білетін шығарсыздар, ифрит. Судан ылғи да өліп қалатын. Ол судан өледі, бірақ сіздерге оның бір логикасын айтайын. Ол мынандайға салсақ, оған түк болмайды. Не деген логика? Және де тағы да бұл жерде расымен де су қоймайды. Өйткені жақсылығы. Бірақ бұл жерге қарда келсек, қар түкті ермейді де. Тіпті қазір мен оны лаваға да қоя аламын. Лаваға да қоямыз, ол ермейді. Не деген керемет логика бұл. Және де бір логика көрсетейін. Қазір мерін ашықтан осы жақтан шығу керек. Мен шығып жатыр. Ол да бір түрлі
логика. Тіпті Майнкрафтта логика жоқ деп айтсам да болады. Жақсы көретін ойын болса да. Міне қараңыздар. Бұл жерде олардың блоктарын аламыз. Мынандай блокты және мынандай. Золотой қайда? Міне золотой. Незеритовый. Олардың және кепкаларын алайық. Қазір бұл логика вообще мыйып жарады. Ой. Қараңыздар. Қоямыз. Енді киркаларын алып бұлғыне қойып. Ай, бұл керемет логика. Бұл да қатырады. Вообще Майнкрафтты. Міне, железді кіркімен железен қоюға болады. Тіпті міне бұл келіп тұр. Алмазны да алмазбен. Міне, ол да шықты. Незеритовый ұзақ уақыт ойысын, бірақ ойылады. Қазір көрсетемін тіпті. Міне ойылды. Бірақ ең қызығы золотой мен золотойды ой алмайсың. Бұндай да болады. Жарайды, онда осымен видеоны аяқтайтын сияқтын. Әрине мен көбінесе білмеймін, сосын видеоны аяқтайын деп жатырмын. Сіздерім болғанмен Қабашбек Арыс. Бәріңізге лайк басып, комментарий қалдырып, және подписаться етуді ұмытпаңыздар. Сіздер де бұл логиканы көрсеңіздер, маған лайк басып, комментарийға жазып кеттіңіздер. Мен де бұл лайфхакты көрдім деген сияқты толықтай көрсеңіздер. Ал сіздермен болғанмен Қабашбек Арыс. Бәріңізге сәттілік, сау болыңыздар.